Сәлем құрметті көрермендерім, әртүрлі влогс каналына қош келдіңіздер. Сіздерге мен бүгін уәде берген магний туралы видеомды жазып жатырмын. Сіздерге ұнайтын болса, аяғына дейін көрсеңіздер, менің каналыма жазып қойсаңыздар болады. Мен денсаулық туралы өте көп нәрселерді айта беруге ешқандай шаршамаймын. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мен жалпы оны қызықтаймын, және де күн сайын жаңа информацияны қабылдап отыруым керек. Өйткені мен 5 балам бар, күйеуім бар, өзім бар. Жалпы әйел адам медицинаға, кішкене нутрициологияға, дұрыс тамақтануға ережелерін білу керек. Сондай бір информацияларды базалық түрде біліп жүру керек деген ойдамын, достар. Сондықтан да мені егер мамашалар көріп жарататын болса, онда сіздер просто обязаны быть всегда в тренде, информационном потоке, осындай бір керекті, ағзаға керекті, миға керекті, денсаулыққа керекті нәрселерді біліп жүру керексіз деген ойдамын. Бүкіл әйел адам білу керек. Сондықтан да мен бүгін сіздерге магний туралы айтып беремін, өзімнің опытым жайлы айтып беремін. Жалпы магнийдің мен әр түрін ішіп көрдім, достар. Магний бизглицинат, магний цитрат, хилат. Қазір мен трионат, L-трионат деген түрін формасын ішіп жатырмын. Бизглицинат мен сіздерге айтайын, неге жақсы екен. Ол мысалы ішеріңіз қатып қалса, магний бизглицинатты ішесіз, сосын сіздердің ішеріңіз жүреді. Бірақ ол ішті жүргізумен қатар, еще оның жартысы сол үлкен дәретпен кетіп қалады, достар. Сондықтан да магний бизглицинат ол так себе. Магний цитрат ол жақсы түрі, ол қатты осында ішектің функцияларын қатты олай қозғамайды. Бірақ ол жаңа аяқ тартылып қалады ғой, сол кезде жақсы көмектеседі. Ол цитрат түрі. Хилат түрі тоже сондай. Ал мен мына қазір ішіп жатқан магнием ол L-трионат деген түрі. Именно осы формасы гептің барьерынан тез өтіп миға әсер етеді екен, достар. Сондықтан да мен осыны алдым. Очень хотелось попробовать, өйткені менде қазір өте сондай мидың жақсы істеуі маған өте қатты керек болып тұр. Жалпы жақсарып жатыр менікі, өйткені мен қазір кето диетадамын, мен қазір низкоуглеводный или безуглеводный диета деп айтсам болады. Кейде кішкене жеп қоямын углеводты, но көбінесе менде белковая еда, жиры, белки, все животного происхождения. Кейде мен белковый коктейлімді ішемін, а көбінесе менде жаңағындай жан-жануарлан алынған өнімдерді ғана тұтынып жүрмін. Күніне 2-ақ рет тамақ жеймін. Соның әсерінен мен 3 айдың ішінде уже официально 10 килограммға түстім, достар. Сондықтан да всем советую кето-диету. Я на ней сижу. Я еще сижу на сардиновой диете. Мен арасында кетоға тез түсу үшін, мен сардиновый диетаға да отырамын. Мен күніне тек қана сардины ғана жеймін. Тек қана сардины жейтін күндерім болады. Ол кезде вообще, знаете, күшті прям миың жұмыс істеу соншалықты тез. Прям, ладно, об этом басқа видеода мен қазір сіздерге магний туралы айтып беремін, достар. Жалпы осы магнийді айтатын болсам, қандай эффект берді? Мен бұны ішіп жатқаныма 7 күндей болды. И эффекттері тез екен. Но миға әсер ететін эффектін әлі көрген жоқпын. Может быть, әсер етіп жатқан шығар. Бірақ бар ғой, мен миға тек қана бұны ғана ішіп жатқан жоқпын, достар. Мен қазір көрсем, миға не ішіп жатқанымды. Блин, сегодня так жарко. Я прям спотела. И, короче, ең бірінші менің айтайын дегенім, ол у меня ушли судороги. Аяғымның тартылуы кетті. Знаете, қанша уақытта кетті? Короче, бүгін іштім, ертең, жоқ қой. Прикиньте. Ондай эффекті мен цитрат, бизглицинаттан олай қатты тез болатын көрген жоқпын. Оны мен 3-4 күн ішем, 1 ай, 1 ай емес, 3-4 күннен кейін жаймендеп азая бастайтын. Солай кететін. А мынаны іштім, сразу, знаете, 2-ші күні жоқ. Классно. Еще заметила, что у меня стал лучше сон. Я прям бар ғой, ұйықтап қаламын сразу. Мысалы, ұйықтар алдында 4 сағат бұрын бір 7-лерде сондай кезде мен шай ішемін. Сол кезде шаймен бірге соны ішіп аламын да. И, короче, сағат 10-11-лерде мен уже стрессқа ұйықтап қаламын.
И азанғы сағат 6:30 уже бір тұрсам, уже ұйқым келмейді. Прям сон у меня наладился очень хорошо. Мен өз-өзімді күнделікті немді, ұйқымды сағаттың несі арқылы, пульсымды тексереді ғой менің бұл сағат, и сол сағаттың көмегімен мен прям чувствую, и сама чувствую, и мониторю. Вообще сон у меня стал очень хорошим, жақсы ұйықтаймын, тез тұрамын, тез ұйықтаймын. Короче, ешқандай түсте көрмеймін. Короче, ұйықтаймын и тұрамын, и все. И осы жаңағындай жиналған энергия ұйқыдағы маған бүкіл күнге жетеді. Маған түсте ұйықтаудың қажеті жоқ, достар. Бірақ, знаете, бұны 3 капсуласын ішу керек. Соның біреуін күндіз ішу керек. Мен олай істеп көрдім. Күндіз 1 капсуласын ішкен кезде мен түсте ұйқым келеді. Ал ішпесем ұйқым келмейді. Сондықтан да мен бұны тек қана 2 штугын ұйықтайтын кезде, кешке жақын ішетін болдым, жақсы ұйықтайтын болдым, Аллаға шүкір. И, короче, классная штука. Я советую. Судороги ушли просто очень моментально ушли. Қазір менде судороги жоқ. Аяқ тартылу ғой, судороги, аяқ тартылу. И айтайын дегенім тағы да, білмеймін, неге бұл тез сондай әсер еткен. Мүмкін мен қазір углеводтың барлығын алып тастаған соң шығар деп тұрмын. Өйткені углеводты алып тастаған кезде организм басқашалай жұмыс істейді екен, достар. Организм бір түрлі жасарады ма, жақсарады, мидың істеуі жақсарады, ұйқы жақсарады, шынымен де. Өмірдің качествосы жақсарады. Келіп жатқан тіпті ойлар басқаша. Түсінесіздер ма? Қорқынышты, қорқыта беретін ойлар жоқ. Сондай адамның мысалы ағзасындағы биохимиясы қаншалықты оның миына келетін ойларға да қалай әсер етеді, қараңыздаршы, достар. Знаете, кезінде қазақтар дұрыс тамақтанған екен. Кето диета туралы айтатын болсам, о кісілер мысалы о кезде мал жаятын, 4 түлік малдың жаңағы соны деген осылай анда-мында көшіп қондырып, соларды бағып, жүрген кезінде олар ең дұрыс тамақтанған екен, достар. Олар тек қана сүт ішеді, етін жейді, майын жейді, ешқандай да өсімдіктер керек емес, ешқандай да картошка сосын кейін барып шықты ғой. Сонда кезінде қазақтар да кето диетада отырған екен ғой. И сол кезде деген мысалда миы мықты істейтін адамдар сол кезде өте көп болған екен. Өйткені кето диета миды 100% істетеді екен, достар. Мидың нейрондары жасарады ма, білмеймін қалай болатынын, но я уже на себе замечаю, когда вот, например, я на сардиновой диете, прям даже бар ғой, зрением даже жақсарып кететін сияқты. Это другое ощущение, это другой уровень, достар. Ондай менде болмапты. Мен қазір сол кетоны жақсылап тұрып, қайттан қолыма алайын деп тұрмын. Қазір менде кейде углевод жеп қоятын болдым. Менде кето диета кезінде, настоящий кето диетада қарның вообще ашпайды екен. Мен сардиновый диетада отырған кезде тіпті омега көп қой келіп жатқан ағзаға. Сардины өте мықты нәрсе ғой. И содан сардины көрсетейінші сіздерге. Мен мынандай сардины жеп жатырмын, достар. Мен ешқандай да бір қымбат балықты базардан алып кетіп жатқан жоқ. Жай ғана магазинде де сатылатын сардины консервісін жеп, күніне 2-ден жеп, мен прям кетоға тез түсуге, инсулиндіге резистенттілікті тез түсіруге, кетоға тез түсуге, кетондарды көбейтуге және инсулиндік резистенттілікті азайтуға, және де қарынның вообще ашпай жүруіне керемет нәрсе екен. Жаңағы консервы, сардины, оның ішінде өте көп витамин В12 бар. Представляете, В12 деген витамин, ол көп кездесе бермейтін витамин, достар. Оны тек қана бауыр жеу керек.
онда не точно, бауырды қазір, ой, бауыр қазір дұрыс емес, анау мынау дейді. Міне сардина жеңіздер. Оның ішінде бір банкісінің өзінде бір күндік норма витамина В12 бар. Сонымен қатар бір күндік норма омега бар. Ішінде ДГК, ЭПК, вообще ДГК вообще үлкен оның ішінде. Ішінде белок бар, ішінде жаңағы кальций бар, еще и коллагена бар. Я вообще в шоке, знаете, я никогда не подумала, что сардиныдан соншалықты көп польза болуы мүмкін. Еще и консервленген сардины деген нәрседен. Ол килька емес, ол скумбрия емес, достар. Сардины именно атлантикалық сардина, атлантические, тихоокеанский сардиналарды сатады базарларда. Жоқ, ол емес. Атлантические сардины 250 граммдық. Вот, отырып көріңіздерші мен сияқты диета. Мен бұл диетаны, знаете, қақтан білдім? Доктор Босс, Аннет Босворт деген кісінің подкасттарынан білдім. И я просто Аллаға шүкір деймін, что осындай маған информацияны беріп жатқан үшін, осындай мықты керемет врачтардан. Это правда. Мен скоро селен ішіп бастаймын, өйткені, айтады енді сардины, жалпы, мысалы Мұсан, мен күйеуім, ол сёмганы жақсы көріп қалды. Сёмга, лосось, сондайларды алып жейтін болдым, мынандай несін, консервілерін. Ал мен сардины жем. Сардины жалпы бүкіл балықтардың ішінде кішкене ртуть болуы мүмкін дейді. Мысалы, морской балықтар, океанский балықтардың ішінде ртуть болуы мүмкін. Ол тяжелый металл. Ртуть деген ол тяжелый металл. И және де соны ағзадан шығару үшін селен ішу керек. Мен селенді тоже заказ бердім. Скоро ол ертең келеді, озоннан заказ бердім. И соны да ішіп бастаймын, достар. Ал селен бізде неге қажетті? Кім айтады? Кім айтады екен? Селен бізге не үшін қажетті? Мынау біздің мойнымызда орналасқан щитовидная железаға селен керек. Сондықтан да 2 плюсы бар. Сол, достар. Короче, мен сіздерге магний туралы айтам деп кето диета туралы айтып кеттім. Ничего страшного, біліп жүріңіздер. Мүмкін сұрақтарыңыз болар, комментарияға жазатын. Ұнаса лайк қойып қойыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Пока-пока. Сіздерге ұнады деген ойда мен барлығын айтып берген сияқты, магнийді оны мыжып айта берудің қажет жоқ менің ойымша. Магний деген ол білетін шығарса, не үшін қажет? Жүрекке қажет. Жалпы біздің 300 ферменттеріміздің барлығы магнийді қажет етеді. Ферменттер шығару үшін бізге, поджелудочная железа ферменттер шығарады. Ағзамыз ферменттерді шығару үшін бізге магний керек. Жалпы тіпті ол инсулинмен де бір қатысты жерлері бар. Магний ол өте керекті нәрсе, достар. Бірақ оны әрине сіздер бірінші очередь қаныңызды тапсырып барып ішкен жақсы. А кто знает, может, сіздерде магний вообще переизбыток шығар. Дұрыс па? Мен бұны магнийді тек қана аяғымда судороги пайда болған соң, және кето диетадағы адамдар обязательно магнийді кішкене жаймен ішіп тұру керек арасында. Сол туралы алдым, сол үшін алдым, және де именно осы миға әсер ететін гептің барьерінен сразу атып шығатын осындай магнийді заказ бердім. И бір аптаның ішінде, 1-2 күннің ішінде судороги у меня ушли. Это вообще прекрасно. Это вообще классно, шынымен де. И сон просто стал как у младенца. Так что всем рекомендую, почитайте. Менің ғана айтқан сөздеріме сене салып, біреудің айтқан сөздеріне сене салып, сразу барып бір нәрселерді ішіп бастамаңыздар. Бірінші зерттеңіздер, оқыңыздар. Мен жай ғана өзімнің опытыммен сіздермен бірге бөлісіп жатырмын. Болды. Мен сіздерге мынаны іш, мына өте күшті деп реклама жасап жатқан жоқпын. Мен жалпы кето диетадағы адаммын, Менің қазір организмдағы жұмыстар вообще басқаша, баяғы кезге қарағанда, мен углевод жеген кезге қарағанда. Қазір менің ағзам басқаша жұмыс істейді. Қазір менің ағзам жақсы жұмыс істейді. Еще и мен мына жақта қазір бұлшық еттерімді качать етуге дайындалып жатырмын. Мен күнделікті жүгіремін. Сол, мен қазір бір сөзбен бұлшық еттерімді качать етуге дайындалып жатырмын. Өйткені мен менопауза туралы да
информацияны көрдім, я просто ахнула. Ондай нәрсені әйел адам жалпы 30-35 жасынан бастап біліп, соған дайындалып, короче, жүру керек. Ол туралы басқа видеода айтамын. Тағы да керек қызық болса комментарийға сұрақ қойып жазыңыздар. Пока-пока, болды, енді бітті. Осы видео енді бітті, достар. Келесі видеоларда кездескенше.